Сәлематсыздар ма 3-ші сынып оқушылары? Жаратылыстану пәні сабағына қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы дыбыс қалай пайда болады. Сабақтың оқу мақсаттары: дыбыс қаттылығының дыбыс көзі мен қабылдағыш арасындағы қашықтыққа тәуелділігін түсіндіру, және экспериментті жоспарлау және жүргізу. Сен қандай заттар дыбыс шығаратын білесің, және дыбыстың қалай таралатынын білесің. Жедел жауап: қандай заттар дыбыс шығаралады? Зат дыбысты қалай шығарады? Дыбысты қаттырақ шығару үшін не істеу керек? Оқулықтағы 58-ші беттегі суреттерге назар аударайық. Дыбыстар қандай денелер арқылы таралады? Жалпы дыбыс көзінен шыққан дыбыс жан жаққа таралады. Мысалы, жер қатты дене, ал су сұйық дене. Фонендоскоп қатты дене. Дыбыстар осы орталарда бірдей тарала ма? Дыбыс ауаға қарағанда қатты дене арқылы тез таралады, және дыбыс суда жақсы естіледі. Мысалы, ауаға қарағанда суда дыбыс 5 есе жылдам таралады. Көп қабатты үйде жылу батареясын неліктен ұруға болмайды? Себебі дыбыс қатты дене арқылы таралғанда қатты естіледі екен. Жоғары төмен ұшып жүрген бунақ денелердің дыбысын тыңдайтын болсақ, олардың қанаттары тербелген кезде дыбыс шығарады. Бұл дыбыс олардың қанатының қозғалысынан пайда болады. Олардың дыбысы қалай ерекшеленеді? Оның қанат қозғалысының жиілігіне қатысы бар ма? Егер зат белгілі бір жиілікте қозғалысқа түссе, мұндай қозғалысты тербеліс деп атайды. Егер тербеліс жиі болса, дыбыс жоғары болады. Енді оқушылар, музыкалық аспаптардың дыбысын салыстыратын болсақ, олардың дыбысын тыңдау үшін ішектерін қозғап көреміз. Дыбыстардың қандай айырмашылығы бар? Қайсысы тезірек тербеледі? Жалпы ішек неғұрлым жіңішке болған сайын, ол соғұрлым тез тербеледі. Әрі дыбыс соғұрлым биік болады екен. Сен білесің бе, театр ғимаратын ерекше жобамен салады. Қабырғасы мен төбесінің пішіні көрермен залына дыбыстың біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. Соның арқасында адамдар залдың қай жерінде отырса да, әртістердің дауысы мен музыкалық аспаптардың әуенін жақсы ести алады. Оқушылар, ғарышта не бар? Ғарышта дыбыс естіле ме? Сол туралы ойланып көрейікші. Есіңде болсын, біз еститін дыбыстың көбі шын мәнінде ауаның қозғалысы болып табылады. Дыбысты тербелістегі дене шығарады. Осы тербеліс ауа арқылы басқа денелерге таралады. Жақсы оқушылар, енді үйден бүгінгі өткен тақырып бойынша жақсылап оқып дайындалып келеміз. 58-59 беттер. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.